Аллергия себебі және әсер ету механизмі. Аллергия бұл организмнің бөгде заттарға иммунды реакциясы, мысалы шаң, тозаң, тағы да басқа заттарға. Бұлар ағзаға зиянсыз болып келетін табиғи аллергендер. Алайда науқас адамның иммунды жүйесі аллергендерді қауіпті зат ретінде көреді. Егер организмнің шаңға реакциясы болса және шаң организмге енсе, ақ қан жасушалары антидене өндіре бастайды. Нақтырақ, иммуноглобулин Е. Иммуноглобулин Е иммунды жүйені келесі де осы аллергенмен қайта әрекеттесуге дайындайды. Бірінші организмге шаң түскенде ешқандай анық симптомдар байқалмайды. Кейіннен иммуноглобулин Е дың жасушаларының бетіне сіңеді. Дың жасушалары тыныс алу жолында, асқазан ішек жолында және теріде кездеседі. Иммуноглобулин Е аллергенмен әрекеттеседі, ал дың жасушалары қанға гистаминді жібереді. Соның нәтижесінде қабыну реакциялары, мұрынның ағуы, көздің жасаурауы, түшкіру көрініс береді.